Қайнаным екеуміз ұят жасадық. Түн ортасы ауа бергенде сырттан нөсерлеп жаңбыр құйды. Әңгімені жалғастырмас бұрын қазақша арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырып кетулеріңізді сұраймыз. Самал терезенің алдында отырып, қараңғы көшеге телмірді. Оның бұл үйде тұрып жатқанына небәрі жарты жыл болса да өзін әлі күнге дейін бейтаныс, адасып жүрген жан сияқты сезінетін. Күйеуі Асхатпен арадағы суықтық күн өткен сайын тереңдеп, екеуін екі бөлек әлемге айналдырған еді. Асхат үйге тек қону үшін ғана келетін. Келсе де үндемей, өз ойымен өзі болып, теріс қарап жататын. 10 жыл бойы шөлдеп, махаббат пен жылулыққа сусап жүрген Самалдың жаны дәл осы күзгі жапырақтай қурап бара жатқан еді. Осыдан 3 ай бұрын бұл үйге Асхаттың інісі, қайнысы Мұрат көшіп келді. Мұрат Самалдан 2 жасқа ғана кіші. Мінезі ашық, көзінен өмірге деген құштарлық сезілетін жігіт болатын. Ол келгелі үйдің ішіне аз да болса жан кіргендей болды. Сол түні Самал ас үйге су ішуге шыққанда Мұраттың да ұйықтамай қонақ бөлмеде кітап оқып отырғанын көрді. Үстіне киген жұқа көйлегі денесіне жабысып, оның нәзік мүсінін айқындап тұрған еді. Мұрат басын көтеріп Самалға қарады. Оның жанарында бұрын-соңды байқалмаған, іштей жасырып келген бір жалын ұшқыны жарқ ете қалды. Самал өзінің ыңғайсыз сезініп, көйлегінің етегін төмен тартқыштады. «Ұйықтамапсыз ғой, жеңге», деді Мұрат, дауысы сәл дірілдеп. Оның көзқарасы Самалдың үстіндегі жұқа матаның астынан білінетін аппақ иығы мен мүсініне ауып, есінен айырыла жаздағандай күй кешті. «Я ұйқым келмей жатыр, жаңбырдың дыбысы маза бермеді», деді Самал, жүрегі атқақтап. Оның әрбір жаназуы, тіпті Мұраттың дәл қасынан өтіп бара жатқандағы лебі Самалдың 10 жыл бойы мұз болып қатқан денесін оттай балқытып жібергендей болды. Ол өзін кінәлі сезінді, бірақ сонымен бірге осы бір тыйым салынған жылулыққа бой алдырып бара жатқанын да іштей мойындады. Күздің ортасында Асхат ауылға ата-анасына сәлемдеме беріп жіберу керегін айтты. Өзі жұмыстан босамайтын болғандықтан бұл шаруаны Мұрат пен Самалға тапсырды. «Екеуің барып қайтыңдар, жол бойы Самалға да сергіп қайтуға жақсы болады», деді ол бейқам ғана. Асхат өзінің осы бір сенімімен 2 жастың арасындағы жалынды одан сайын тұтандырып жатқанын сезбеді. Жол ұзақ болды. Күз табиғат, сап-сары дала және көліктің ішіндегі екеуден басқа ешкім жоқ тыныштық. Радиодан баяу әуен ойнап тұрды. Мұрат рульді бір қолымен басқарып, ара-тұра Самалға қарап қояды. Самал бұл жолы үстіне жеңіл жұқа көйлек киген болатын. Түс қайта күн ысып кеткендіктен ол үстіндегі сыртқы күртешесін шешіп тастаған еді. Жұқа көйлектің ішінен көрінген оның аппақ терісі мен сұлулығы Мұраттың есін мүлдем айырып, жолға зейін қоюын қиындатты. «Самал», деді Мұрат кенеттен оны алғаш рет атымен атап. Мен бұл сезімді ішімде қанша сақтағым келсе де шыдай алар емеспін. Сен алғаш көргеннен бері маған маза жоқ. Көйлегің астындағы көрінген әрбір сызығын, сенің күлкін, сенің мұңды көздерің мені өзіне тартып барады. Самал не айтарын білмей терезеге бұрылды. Оның жүрегі кеудесінен шығып соғып тұрды. Ол өзін тоқтау керек екенін түсінді, бірақ оған дәрмені жетпеді. Күйеуінен көрмеген назар мен ыстық сезім оны еліктіріп әкетті. Жол бойындағы ең бір тұсқа келгенде Мұрат көлікті тоқтатты. Олар сыртқа шықты. Күзгі салқын жел Самалдың жұқа көйлегін денесіне жабыстырып, оның сұлулығын айналаға паш еткендей еді. Мұрат Самалдың қасына жақындап, оның қолынан ұстады. Оның қолының қызуы Самалдың денесін балқытып жіберді. Олар бір-бірінің құшағына қарай еніп кеткендерін байқамай да қалды. Бұл бір жағынан бақыт, екінші жағынан үлкен күнәнің басы еді. Олар жол бойында перісіп, сезім жетегіне кетті. Ауылға жеткенде Самалдың көңілін басқа бір естеліктер мазалай бастады. Бұл ауыл оның балалық шағы мен алғашқы қателіктерінің куәгері еді.
Самал ерте жетім қалып, анасы басқа адамға тұрмысқа шыққан болатын. Оның өгей әкесі сырт көзге сыйлы, салмақты көрінгенмен, үйдің ішінде мүлдем басқа адам болатын. Самал бой жетіп келе жатқанда өгей әкесінің оған деген көзқарасының өзгергенін байқаған. Алғашында ол мұны жай ғана әкелік қамқорлық деп ойлап, өзін жұбатты, бірақ уақыт өте келе өгей әкесінің түнде бөлмесіне сығалап қарауы, байқаусыз тиіп кеткендей болып жанасулары Самалдың зәресін ұшыратын. Бірде анасы үйде жоқта Самал бөлмесінде жатқанда өгей әкесі кіріп келді. Ол мас емес еді, бірақ жанарында қорқынышты бір нәпсі бар болатын. Ол Самалдың төсегінің шетіне отырып, сен тым сұлу болып баратсың, Самал. Анаң екеуміздің арамызда жылулық қалмады, сен менің төсегімді жылытып жүрсің, деп сыбырлады. Самал сол кезде қорқыныштан үн шығара алмай, тек жылаумен болған. Өгей әкесі оның бұл қорқыныштын пайдаланып, оны өз ыңғайына көндіргісі келді. Ол да бұл жағдайда қарсылық білдіруге батылы жетпей, үнсіз көнген кездері болған. Осы бір өткен күннің сұмдық сыры Самалдың жүрегінде өшпес таңба болып қалды. Ол өзін өмір бойы кінәлі, лас сезініп өсті. Асхатқа тұрмысқа шыққанда осы бір өткен күннің көлеңкесінен құтылам ба деп үміттенген еді. Бірақ Асхаттың суықтығы оны қайтадан осқыл қараңғылыққа итермеледі. Ауылдан қайтқаннан кейін Самал мен Мұраттың арасындағы жасырын қарым-қатынас жалғаса берді. Олар Асхат үйде жоқта бір-бірінің құшағынан бақыт іздеді. Самал үстіне әдейі жұқа көйлектер киіп, Мұраттың назарын аударуды әдетке айналдырды. Ол өзін тек Мұраттың қасында ғана тірі әйел ретінде сезінетін, бірақ өтіріктің арты бірақ тұтам. Бір күні Асхат жұмысынан ерте оралды. Үйдің есігін жайлап ашып кірген ол қонақ бөлмеден естілетін сыбыр мен күлкіні естіді. Төргі бөлмеге жақындағанда ол өз көзіне өзі сене алмады. Әйелі мен туған інісі бір-бірінің құшағында отыр еді. Самалдың үстіндегі жұқа көйлегі, Мұраттың оны аймалаған қолдары бәрі Асхаттың жүрегіне қанжар салғандай болды. Бұл не сұмдық? Асхаттың дауысы үйді басынан көтерді. Мұрат пен Самал атып тұрды. Самалдың өңі қуарып, денесі дірілдеп кетті. Ол үстіндегі көйлегін қымтап жерге қарай берді. Аға, кешір, мен өзім тоқтата алмадым, деді Мұрат басын төмен салып. Сен мен бауырымсың ба, әлде жауымсың ба? Асхат інісінің бетінен тартып жеді. Оның ашуында шек жоқ еді. Сосын ол Самалға бұрылды. Ал сен? Мен саған сені үйімде қондырдым. Сені таза пәк деп ойладым. Сенің бұл қылығыңды ешқашан кешірмеймін. Самал ештеңе деп ақтала алмады. Ол өзінің өткен өмірін де, қазіргі қателігін де ішінен өткізіп, бұл күннің бір күн туарын білген еді. Мұрат сол түні үйден бір жола кетті. Ол ағасының бетіне қайтып қарай алмайтынын түсініп, қаладан көшіп кетті. Ал Асхат пен Самал бір үйде тұрғанымен мүлдем жат адамдарға айналды. Асхат ажырасуға арыз берді. Самал өзінің заттарын жинап, үйден шығып бара жатқанда терезе алдында тұрған Асхатқа қарады. Оның көзінен жас парлап тұрды. Мені кешір, Асхат. Маған өмір бойы жылулық жетпеді. Мен сол жылуды іздеймін деп бәрін бүлдірдім. Бірақ бұл маған үлкен сабақ болды, деді ол баяу ғана. Самал чемоданын алып көшеге шықты. Сыртта тағы бір күзгі жаңбыр құйып тұрды. Ол өзінің жұқа күртешесін қымтап алға қарай қадам басты. Бұл хикая оның өміріндегі ең үлкен қателік әрі өзгелерге сабақ боларлық ауыр тағдыр ретінде қалды. Ол енді ешқашан сезімнің жетегінде кетпейтініне, өз өмірін өз қолымен таза парақтан бастауға серт берді. Жаңбыр суы оның жүзіндегі жасты шайып жатты. Ал алда оны беймәлім де қиын жаңа өмір күтіп тұрған еді. Осымен әңгіме аяқталды. Бұл шынайы өмірде болған оқиға, сіздердің болған өмірден алынған арнасы. Әңгімеге лайк басып, комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Парақшаға тіркелуді ұмытпаңыздар.